біз әрқашанда осы қорға да, қауымдастыққа да өзіміздің қол күшімізді беріп, жұмыс істеуге дайынбыз. Бірлесе жұмыс жасап, осындай сыртта жүрген ағайындарға үлкен шараларды өткізіп, бірлесе осы ары қарай алдыға қойған мақсаттарымызды орындауға дайынбыз. Қасиетті Қазақ Елі атты халықаралық өнер фестивалі қоғамдық даму министрлігімен және отандастар коммерциялық емес қоры дүниежүзі қазақтар қауымдастығының ұйымдастыруымен өтіп жатыр. Бұл фестивальға 10-нан астам мемлекеттен өнерпаздар келді. Бұл фестиваль бірінші мәрте Астана қаласында өте жоғарғы деңгейде өтіп жатыр. Фестивалдар болса тағы да келіп қанасып тұрамыз. Экспо кезінде де келіп қанасқан болатынымыз. Міне бүгін тағы да келіп жатырмыз. Бұндай фестивалдарға біз әлде бұдан да жақсы, бұдан да көп өнерлерімізді көрсетуге, бұдан да жақсы ой өрнектерімізді әкеліп дамытуға тырысамыз. Жер тарпып өскен құлының белді, тұлпар ғасырдың дүбірін ерді, шығысқа ағып текес боп кеткен балқаш боп қайта бір ұлың келді. Көп көрдің елім, безбен жауырды, соқтырған едің сөзбен дауылды, Алатау сенің әппақ бұлтыңдай мен төгіп алдым, көзден жауынды, далаңды көріп, жұмақпа деппін, қалаңды көріп, жылап та кеттім, қазақтық бойдан жойлар сәтте азатты қалып, мұратқа жеттің. Қазақстанға келгенде сондай қазақтығын көрсетіп, бауырына басып бізге деген бір сүйіспеншілікпен бауырларым келдіңдер ма деп, мынау сенің елің, мынау сенің жерің дегендей қалып, бізге сондай бір тамаша көзқараспен қарады. Бұның өзі бізге Қазақстанға деген біздің махаббатымызды бұрынғыдан да тіпті жоғары көтеріп жіберді десем болады. Бүгінгі фестивальдан алған әсерім өте жоғары деңгейде өтті. Ұлттық қолөнер бұйымдарды дәріптеп жатыр. Терме ән өнерімізді дәріптеп жатыр. Бұл енді біздің ұлттық құндылықтарымыз. Бұдан алыстасақ, біз енді ұлт болып жасауымыз қиындау болады.